Құрметті оқушылар, бізде дене шынықтыру сабағы бойынша онлайн сабақ. Сабағымыздың тақырыбы тоғызқұмалақ. Тоғызқұмалақ қазақтың ұлттық ойындарының бірі. Қазақ халқында бұл тоғызқұмалақ ойыны ұлттық мейрамдарда көбірек ойнатылған болатын. Және де қазіргі таңда ұлттық рухани жаңғыруымызға байланысты тоғызқұмалақ ойыны қайтадан жаңғырып келе жатыр. Қазіргі таңда тоғызқұмалақ ойынының электронды форматтары пайда болу үстінде. Сендер қазір үйде тоғызқұмалақ ойынын ұялы телефондарыңа жүктеп алып, сол туралы ойындарды ойнап үйреніп есептер шешулеріңе болады. Тоғызқұмалақ ойынның бірден-бір ерекшелігі сіздің миыңыздың ойлау дамуын дамытатын ең ерекше ойындардың бірі болып табылады. Сендерге мына видеода көрсеткім келгені тоғызқұмалақтың атсырау ережесін жаттап, мына жердегі берілген ережеге отыра тоғызқұмалақты қалай ойнау керектігін өз беттеріңмен үйренулеріңді сұраймыз. Және де бізге тапсырма ретінде онлайн түрде өздеріңіз қалай ойын ойнап отқандарыңызды видеоға түсіріп, мұғалімге тексертуге WhatsApp арқылы жіберіңдер.